Қыздар, біз бүгін сіздермен пахлава дайындаймыз. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пахлаваға қажетті барлық заттарды мөлшерімен описанияда жазып қалдырамын. Алдымен жұмыртқаны сарысы мен ағын бөліп аламыз да, сарысын миксермен араластырамыз. Одан соң оған қаймақ салып, тағы да араластырамыз. Бұдан кейін бөлме температурасындағы сары майымызды салып, оны да миксермен араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышымызды салып, електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды қоя тұрып, жұмыртқаның ағын алып, оны миксермен аппақ көбік болғанша миксерлеп, оған тұз және қантымызды бөліп саламыз. Бірден сала салуға болмайды. Осылай миксерлегеннен кейін оған алдын ала блендерде үгітілген грек жаңғағын салып, тағы да араластырамыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді бұны қоя тұрып, қамырымызды үшке бөлеміз, яғни екі кішкентай, бір үлкен бөлікке. Кішкентай бөлігін жайып, оны пеште пісіріп аламыз. Бұдан соң үлкен бөлігін алып, оны жаямыз да, формамызға осылай төсеп, үстінен жұмыртқаның ағы, яғни грек жаңғағы салынған массамызды құйып, одан кейін піскен қамырымызды салып, одан кейін тағы да жұмыртқаның ағы, грек жаңғағы қосылған массамызды құйып, үстінен мына қамырды жайып, міне осылай төсеп, шеттерін жауып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз бетіне. Енді осылай пахлаваны кесеміз. Үстінен грек жаңғағын қойып шығамыз да, 180 градус пешке жібереміз, беті қызарғанша. Міне біздің пахлавамыз пісті. Бетіне бал жағамыз, әсемдеп. Бұдан кейін біздің пахлавамыз дайын болады. Міне біздің пахлавамыз дайын. Мен сіздерге кесілген түрін көрсетейін. Міне осындай болды. Жасап көріңіздер, ас болсын. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Әсел.